Армысыздар қымбатты көрермендер, Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ильясқызы. Бүгінгі хабарымызда тұтынушылардың, яғни сіз бен біздің құқығымыз қалай қорғалып жүр деген мәселені талқылаймыз. Неге? Өйткені соңғы кезде азаматтардың түрлі қызметтерге айтатын арыз шағымдары артқан. Мәселен, Сауда және интеграция министрлігі 2019 жылы 6 мыңға жуық, 2020 жылы 20 мыңнан астам, осы жылдың 10 айында ғана 21 мыңнан астам өтінішті қараған. Байқасаңыздар, жыл сайын арыздар саны артуда, оны Бақыт Сұлтановтың өзі үкімет отырысында айтты. Түйткілдің түйінін тарқату үшін Қазақстанда тұтынушылардың құқығын қорғау жөніндегі омбудсмен институты енгізілетінін хабарлады. Бұл қордаланған мәселені шеше ала ма? Сан сауалдың жауабын дәл қазір хабар барысында талқылап білеміз. Ол үшін студияға шақырған арнайы қонағымыз және скайп байланысқа шыққан мамандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Студиямызда Күнзада Саттықова, тұтынушылар құқығын қорғау қауымдастығының сарапшысы. Студиямызға қош келдіңіз. Сондай-ақ скайп байланыста Тұрсын Жағыпарова, әділет тұтынушылар құқығын қорғау қауымдастығы төрағасының орынбасары. Сәлден соң тағы да бір маманымыз байланысқа қосылады. Ақмарал Палмаханова, Нұр-Сұлтан қалалық адвокаттар алқасының мүшесі. Күнзадаш ханым, осы уақытқа дейін жыл сайын тұтынушылардың құқығы тиісті деңгейде қорғалмай келе жатқанын айтып жүрміз. Былтыр да айттық, бұған дейін де айттық, бірақ қарап отырсақ мәселе оң шешілетін емес. Оған не себеп? Бірінші содан бастасақ. Тұтынушылар құқығын қорғау мәселесі осы күнделікті күн тәртібінен түспейтін ол мәселе негізінде. Өйткені біздің өзіміздің өміріміз тікелей сол тауар сатып алуға байланысты, ішкен тамағымыз, пайдаланған қызмет түрлеріне тығыз байланысты. Енді өмір болғасын солай болады ғой. Сосын оның үстіне біздің Қазақстан мемлекетіміз заңнамалы мемлекет құрамыз деп, сол барлығы заң аясында болу керек деп, барлық өміріміз сол заңменен қорғалатын болады деп, сосын жаңағы рыночный экономика дейді ғой, нарықтық экономикаға ауысамыз деді. Сол жөнінде, сол бойынша, сол бағытта біздің мемлекетіміз жұмыс істеп жатыр, заңнамалар қабылданып жатыр. Енді айта кету керек, сол заңнамалардың бірі тұтынушылар құқығын қорғайтын заң. Ол 10 жылдан бері сол заңға біраз өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп келе жатыр. Осы уақытта сол заңнама тағда халықтың талқылауына ұсынылып, 23 жылдан бастап іске қосылады деп солай жоспарланып отыр. Қазір талқылау үстінде, толықтырылу үстінде, соның бірі осы омбудсмен институтын кіргіземіз деп жатыр. Енді біздің үкіметіміздің билік басқарған адамдардың айтуына қарағанда мемлекеттің жағдайы жақсы дамып келе, адамдардың, тұтынушылардың жағдайы жақсарған сайын олардың талап тілектері де күшейе түсуде. Сондықтан заң қолданыстағы заңның да өзгеріп, жаңартылып, жақсы дәрежеде, сол талап тілекке сай дәрежеде болғаны дұрыс. Сондықтан әрқашанда осындай өзгертулер, толықтырулар енгізілгенде дұрыс деп есептейміз. Қазір талқылану үстінде, бірақ енді қалай қолданылып жатыр сол заңнамалар, қалай біздің тұтынушылардың талап тілектері орындалып, құқығы қорғалып жатыр деген мәселеге келетін болсақ, біздер дамушы мемлекет болғаннан кейін енді көңілге қонатындай сондай жақсы дәрежеде деп айтуға әлі ерте сияқты. Бұл салада істеліп жатқан жұмыстар бар, жоқ емес. Әрбір облысымызда, Қазақстанның осы қалаларымызда, осы Нұр-Сұлтан қаласында да бар тұтынушылардың құқығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар. Сол Қазақстан мемлекет тәуелсіздік алған уақыттан бері, 30 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан
мамандар бар, ұйымдар бар, ол салада жақсы жаңағы сарапшылар бар. Сол сарапшылардың істеген еңбектері меніңше зая кетіп жатқан жоқ. Тұтынушылар соны қолданып, солардың көмегіне жүгініп, өз құқықтарын қалай болғанда қорғауға тырысады, конечно. Демек, қазіргі кезде сіздің айтуыңызша, тұтынушылардан түсетін арыз шағымдардың нақты көбеюіне, ол адамдардың құқықтық сауаттылығының артуына байланысты, және осы салада жұмыс істеп жатқан ұйымдардың жұмысының нәтижесі. Бір сөзбен айтқанда соған саят. Бір сөзбен айтқанда соған саят, бірақ та негізінде қазір тұтынушылардың көбісі сол мына ЕГОВ программасына енгізіліп жатыр, жаңағы информациялық базаға енгізіледі деп жатыр. Бірыңғай жаңа коррупция болмау үшін сол цифровизация Қазақстана деп айтып жатыр елбасының өзі. Сол бағдарламаға барлығы не болу керек, жалғасып сол бағдарламаға біртұтас система жүйе болып, сол халыққа қызмет етуге соған жұмыс істеп жатырмыз ғой енді. Соны іске асырамыз деп жатырмыз. Бірақ оны көп тұтынушылар әлі қолдана білмейді. Оны қолдануға келгенде көбісінің сауаты жетіспейді, шорқақ. Сондықтан да көбісі сол арыз айтып, арыз шағымын айтып, сол осындай қоғамдық біздің қоғам сияқты бірлестіктерге келіп, сарапшылардың, мамандардың көмегіне жүгінеді. Тұрсын Баткенқызы, сіз қалай ойлайсыз? Осы уақытқа дейін, мысалы, жаңа ғана нақты сандармен де келтірдік, жыл сайын тұтынушылардың құқығына қатысты арыз шағымдар көбейіп келеді. Ол адамдардың құқықтық сауатының артуымен байланысты ма, жоқ әлде қызмет сапасының керісінше төмендеуімен байланысты ма? Мен күнзада шыққанымен келіспеймін толық. Біздің Қазақстанның тұтынушылардың құқығы қорғалу деп ауызды отырып айта алмаймыз. Ондай жағдай болғанда президент өзі айтпаушы еді. Өздеріңіз білесіздер ғой, президенттің өзі айтты. Бүгінгі күні тұтынушының құқықтары дұрыстап қорғалмаған. Әлі заңның сондай келіспей жатқан бір нелері бар деп, оны президент айту үшін ол жағдай уже ушығып, уже жоғары неге көтерілген. Қараңыздаршы, бүгінгі күні мынау көшеде қаңғырып жүрген ит пен мысықтардың құқығы әрде қайда қорғалу, чем тұтынушының құқығы қарағанда. Ол не себепті емес деп айтамын. Біздің елімізде қазір мораторий, микробизнес, малый бизнес, ірі бизнес және оланда-сан тексереді. Оларға мораторий қойылған. Бір ма? Екінші, заңдар бар. Заң өте жақсы. Айтып кетейін, біздің Қазақстанның заңы орыс Ресей еліне қарағанда әлде қайда өте жақсы. Неге десеңіз, орыс заңында 25 зат қайтарып беруге болмайды. Біздің заңда 6 зат қана қайтарып беруге болмайды. Біздің негізгі заң ол жалпы қарапайым тұтынушыға арнап жазылған. Қарапайым тұтынушы өз құқығын қорғау үшін оған механизм болу керек. Мен былай айтып кетсем, былай қарап отырсам, қараңызшы, мемлекеттік орган айтады 20 мың дейді. Мен сізге айтайын, осы жуырда мен отырып қорытынды жасадым. Менің ұялы телефоным қазір туристе жүр, телефон горячий линия, ұялы телефоным. Сонда бізге осы январь айынан, осы қазан айына дейін 17 мың арыз келіп түскен. Күніне 30-40 маған түседі. Одан біз қоғамдық есікті жапқан емес, біз әлі істеп жатырмыз. Тегін істеп жатырмыз, жалақы жоқ. Жалақы жоқ. Бізде істеп жатқан көбінесе зейнеткерлер. Қараңыз, сонда бір қоғамдық өзі 16 мың болғанда, мемлекеттік Қазақстан бойынша мемлекетте 20 мың дейді. Ол өтірік статистика. Мен айтып кетеушім, мынау біздің министр Сұлтанов мырзаны мен өте қатты сыйлаймын. Ол өте білімді, жақсы жігіт, жақсы адам. Бірақ та жұмыс дұрыстап атқарылып жатқан жоқ. Ол кісі қазір көз бояушылық президентке айтып жатыр. Президентке айтады, міне дейді, 2 этапты заңды өткіздік, бірінші этап өтті, осындай заңдар өзгеріске қабылдадық, өте жақсы болды. Жақсы болған ештемесі жоқ. Жаңағы трехэтапный система дұрыс емес. Жаңағы единая информационная система, платформа деп жаңа Күнзада Шамитин айтып тұрған, ол біле, ол платформада жұмыс дұрыстап істеп жатқан жоқ. Ол жай ғана көз бояушылық. Не нәрсе бұл? Единая информационная система деген, оны ұсынған біз, үкімет емес ұйымдар, Ресей елінде ол әр қарапайым задрыпанды бір қаласында бар, онда единая информационная платформа.
Сонда біз айтқанбыз, ол платформаның ішінде не болу керек? Ол платформаның ішінде ұялы телефон ғана емес, қарапайым телефон мен қысқа номер болу керек. Ауылда тұратын адамдарда қолдарында iPhone, Android жоқ. Жалпы заң. Қазақстанда жазылған. Түккір ауылдағы әр азаматына жазылған. Сонда қолында iPhone болмаса, ол арыз жаза алмай ма? Жаза алмай бұл порталға бүгін. Ол болмау керек. Олар ең бірінші мынау государственный орган, жаңағы сауда министрлігі, бізге айтты, қандай ұсынасыздар деп. Біз кәдімгідей шайнап тұрып, ауылдарына салып бердік. Менің өзім сол құжатты көрсеттім. Осындай 4 қысқа цифр болу керек, Android'тан басқа. Одан кейін ол платформада не болу керек? Ол платформада тұтынушы кіргенде, мен осындай жағдай болғанда қандай заңды қолдай аламын? Мен сапасы қызмет болғанда қандай не істей аламын? Қай мемлекетке шағымданамын? Сондай ішінде параграфтар, сондай ішінде ұсыныстар болу керек. А сіз кіріп көрдіңіз бе? Примитивный, мен бүгін бізде кездесу болды министрмен. Мен айттым, не позорьтесь, алып тастаңдар ананы дедім. Или өзгертіңдер, потому что единая информационная система деген ол ЕГОВқа кіру керек. Сол кезде ауыз толтырып, президентке барып айтуға болады. А олар жай бетімен бүйтіп айтып жатыр. Тұрсынбек Бекенқызы, сөзіңіз аузыңызда, осы жерде мен тағы бір мәселені қоса кетейінші. Мысалы, мен жеке өзім сондай бір қиындыққа тап болдым. Сауда орталығына барған кезде, мысалы, бағаның сәйкессіздігі болды. Жазылғаны басқа, кассадан өткен кезде басқа баға екенін аңғардым. Енді ол жерде дәлелдеу керек. Мен сол жерде тұтынушылар құқығын қорғау нөміріне хабарластым, колл-центрге. Оны мен интернет арқылы таптым, хабарластым, бірақ бір телефонға жауап ала алмадым. Ешкім телефонды көтерген жоқ. Ол енді министрлікке қарасты шұғыл орталық нөмірі жазылған болды. Одан кейін Нұр-Сұлтан қаласының шұғыл нөміріне хабарластым. Ол жерде де ешкім жауап берген жоқ. Мен сияқты, мысалы, мына көріп отырған көрермендеріміздің арасында қаншама сондай адам бар. Олар да қиындыққа тап болады, мәселемен бетпе-бет келеді, бірақ соның шешу жолын білмейді. Қайда хабарласуын білсе де жаңағыдай жауап ала алмайды. Осы кезде не істеу керек? Мысалы, олар тіркеуге алынбайды. Менің мәселем тіркеуге алынбады. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Ресми статистика 20 мың дегенмен, ол бәлкім 40 мың да болуы мүмкін. Соны біз нақты қалай алуымыз керек тізімге, және мәселені қалай шешуіміз керек? Қараңыздар, негізі заңға өте жақсы өзгерістер енді. Анау әр сауда қызмет көрсетіп тұрған, товар сатып тұрған жерде міндетті түрде үкімет емес ұйымдардың және мемлекеттік органның жұмыс істеп тұрған номерлер жазылу керек. Өте жақсы ол өзгеріс. Өте жақсы, өте 20 жыл шықты, я? Сонда әр сол сауда жаңағы жерде телефон, номер істеп тұрған телефон болу керек. Ондай болмаған кезде айыппұл салынады. Қараңызшы, енді ең маңызды өзгерістің бірі, сіз мысалы сапасыз товар сатып алдыңыз, сіздің осы жерге кәсіпкерге шағымданасыз, кәсіпкер сіздің арызыңызды алмайды. Қайда барсаң, онда бар дейді. Екі кәсіптің біреуі сол сөйтіп жауап береді, я? Ондай болмас үшін жақсы өзгеріс енді. Егер де ол кәсіпкер сіздің арызыңызды қабылдамаса, онда тұтынушы міндетті түрде сол жерге тұрып 102-ге звондап полиция шақырады. Не себептен? 190-шы бап бойынша кодекс об административных правонарушениях полиция келіп, постановление толтырып, ол постановлениені мемлекет... Байланыс үзіліп кетті. Күнзадаш Амитқызы, сіз қалай ойлайсыз, жалпы қазіргі кезде мына енгізілген өзгерістер дұрыс деңгейде жұмыс істеп тұр ма? Жоқ, мен айта алмаймын, барлығы дұрыс деңгейде жұмыс жасап тұр деп. Өйткені жаңағы айтылып жатқан единый информационный системасы деген өзі ЕГОВ программасына әлі жалғанбаған, қосылмаған. Ол әлі іске аспаған, ойдағы жүрген мақсат алдағы уақытта іске қосылса, сосын айтып жатырмыз ғой, ауылдық жерлердің көбісінде интернет жоқ, көбісі оны қолданылмайды, шарқақ, білімі жетіспейді. Сондықтан олардың құқықтары мүлдем тапталып жатыр деп айтуға да болады. Мысалы, олардың мүмкіншілігі жоқ ешқандай. Мысалы, солардың бәрін ретке келтіру үшін де біраз енді уақыт керек қой. Шында осы уақытта осы күні айтатынымыз, соны ретке келтіретін, мысалы,
сауда министрлігі ше, Бақыт Сұлтанов мырза, соның қарамағындағы комитет бар, осы тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі, солардың жұмысы іске асыратын, және де мемлекет межведомственная комиссия, коллегиальный совет дейме, сол іске кірісті, соның составы интернетте жүр, белгіленген министрлер, бүкіл министерство соның құрамына кіреді. Бұл не деген сөз? Осы мәселемен, тұтынушылар құқығын қорғау мәселесіменен жалғыз торговля, сауда министрлігі емес, Бақыт Сұлтанов емес, және жалғыз ғана комитет емес, бүкіл басқа министерстволар, бүкіл сала бірігіп, сол жұмыс істеу керек, үйлесім тауып деген сөз. Ол жөнінде положение несі шыққан, ережесі қағидасы да шыққан. Енді олар қалай әрі қарай жұмысты алып кетеді, ол белгісіз, бірақ та дәл осы кезде бәрі іске асып жатыр, жақсы бастама бар деп айта алмаймыз. Айта алмайтын себебіміз ол ең бірінші мемлекеттік деңгейде бұның стратегиялық саясат, мемлекеттік саясатты белгілейтін үкімет басшымыз Маминнан бастап соны мәселені қолға алу керек. Ол мәселе әлі қолға алынған жоқ. Ол стратегиясы белгісіз пока осы күні тұрғанда. Сондықтан әлі жөнді басталған жоқ деп айта аламыз. Сондықтан тұтынушылардың құқығын қорғау сонда жоғары дәреже деп айтуға болмайды енді, шынын айтқанда. Енді осы жолы үкімет отырысында тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі омбудсмен институтын құру ұсынылды. Яғни құрылады деді алдағы уақытта. Құрылған жағдайда түйткілді мәселелер шешіле ме? Жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Жалпы ол институттың қажеттілігі бар ма? Егер де омбудсмен болады деп жатыр, сайланады деп жатыр. Бірақ ол омбудсменді менің ойымша мына халықпен етене араласып жүрген сарапшыларымыз бар. 30 жылдан бері айтып жүрмін ғой, осы ұйымдар бар, әрбір облыста жақсы халықтың мәселесін, тұтынушылардың мәселесін жақсы білетін, қыр-сырын білетін, солардың арасынан білгір маманды сайласа жақсы болар деп ойлаймын. Бірақ та керісінше оған бармайды. Біздің үкімет билік басындағылар сол билікте отырған мемлекеттік қызметтегі бір адамды сайлайды да, өзіне ыңғайлы бір адамды, сонымен өздеріне жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. Сосын сол жоғарғы жалақы береді да, сонымен ол кісі мемлекеттің, биліктің несін сойылын соғатын болады. Соның несін солын жақтап, соның жақтасы болып шыға келеді ғой. Негізінде сол заң өз алдына, мемлекет өз алдына бөлек-бөлек тұрып қалама деген қауіп бар. Сондай. Тұрсын Бәткен қыз, сіз қалай ойлайсыз? Омбудсмен институты бар проблеманы шеше ала ма? Түйткілдің түйінін тарқатып жұмыс істей ала ма? Ол институт бізге қажет пе? Біздің қазір біз дамыған елдің қатарына жатамыз ғой. Бүкіл заңның бәрін сол дамыған елдерге соған сәйкес қылғымыз келеді. Ол негізі жақсы шешім, жақсы ой, жақсы болса, анау Черномырдин марқұм айтып жүр, хотели как лучше, получилось как всегда деп. Қараңыздар, мынау бүгінгі күні омбудсмен деген ол алтын көпір. Елбасы, президент пен басшы мен тұтынушы қарапайымның ортасындағы алтын көпір. Әр мәселе көтерілгенде сол жаңағы омбудсмен сол мәселені шешу керек. Ол керек нәрсе. Бірақ жаңа Күндіз Шамбетова айтып кетті ғой. Мен ол кісімен дұрыс келісемін. Неге десеңіз, ол кім болады? Ең маңызды мәселе сол. Омбудсмен болу емес, кім оны атқарады? Ол рөлді кім атқарады? Бүгінгі күні үстінде жоғарыда жүргенде бәрінің кәсіпке байланысты, бәрінің өзі бизнестер бар, кәсіптер бар. Сондықтан мен ойлаймын, ол өте қауіпті болады. Егер мысалы жаңағы халықтың ортасында жүрген сарапшылардан бейбес, сырттан бір бұрынғы чиновник қойып қойса, онда ол басқаша болады. Бірақ не болмаса, тұтынушының мән жайын терең білетін, өмір бойы жұмыс істеп келе жатқан мән жайын терең білетін адам тұратын болса, онда бұл өте жақсы өзгеріс болады. Біздің елімізде уже бар, білесіз бе? Бір емес, екі омбудсмен бар. Біреу омбудсмен кәсіпкерлердікі, бірақ шағын кәсіпкерлер осы күнге дейін менен кеңес алады. Менен көмек сұрайды. Екінші мәселе,
мынау омбудсмен защита прав потребителей финансовых услуг деген омбудсмен бар. Мәселені өте жақсы шешіп жатқан деген менің ойым жоқ. Онда көрінбейді. Сондықтан көреміз, уақыт көрсетеді. Бірақ та бүгінгі күні негізі мына үкімет бізден сұрамайды. Бұл керек па, керек емес па деп. Ол біз жай ғана көз бояушылық бізден сұрап жатқаны. Негізі ол уже шешіліп қойған мәселе. Жаңағы омбудсмен болу, содан кейін бір ұлттық ұйым болу. Ол уже шешілген, оны қайтсе де біз көнбейік, ол болатын нәрсе. Негізі кез келген заңды қабылдамас бұрын енді міндетті түрде еліміздегі сол салаға қатысты ұйымдардың өкілдері тартылып, кеңес өткізіліп, сол отырыс барысында нақты проблемалар айтылып, оның шешілу жолдары ұсынылып, сол ұйымның адамдардың пікірі ескерілуі тиіс. Негізі заң бойынша. Сонда қазіргі кезде сіздің сөзіңізден менің түсініп тұрғаным, олар алдын ала шешіп қойған, бірақ ұйым өкілдерінің пікірін ескермеген. Солай болып тұр ма? Ескермеген. Негізінде жаңағы межведомственный комиссияаралық. Иә, сондай жаңағы совет құрылды ғой? Кеңес, иә. Иә, кеңес. Сол кеңестің интернетте жүрген нұсқасын қарасам, министрдің заместителі, премьер-министрдің несі о, тағы бірден орынбасар, сондай комитеттің председателдің заместителі, солар тізімде жүр, иә, негізінде. Олар енді бәрі жиналып алып, ойбай біздің, мысалы, энергетика министрі, ойбай менің саламда мынандай кемістіктер бар. Мына жерде менің кемістіктер, біздер сондай дұрыстап жұмыс істемендіктен тұтынушылардың құқығы осылай бұзылып жатыр деп ол айтпайды ешқашанда, ол деген утопия ғой. Сондықтан ол көзбояушылық әшейін. Өйткені министр тікелей тұтынушыменен қатынаста жоқ. Сондықтан тұтынушыдан түскен арыздар ол министрге жете қоймайды. Әрине. Жетпейді ол ешқашанда. Ол әрбір тұтынушының жазған арызын оқып отыратын министр қайда, оның уақыты жоқ қой. Мысалы. Қарапайым ғана мысал қараңызшы. Электронды портал жұмыс дейді. Ол жерде адамдар арыз шағымдарын қалдырады. Мен өзім ашқан кезде көп жағдайда ол сол мәселенің астындағы жауабын қараймын. Берілді ма, жоқ па деп. Көп жағдайда ол жерде жауап болмайды. Ол бір ғана мысал. Электронды бергеннің өзінде. Енді қараңыз, егер мысалы адам, тұтынушы, сіз бен біз сияқты қарапайым халық қандай да бір мәселеге тап болса, ол әрине министрлікке жетпейді. Ол түсінікті жағдай. Бірақ енді қалай болғанда да біз проблеманы шешуіміз керек қой. Мысалы, омбудсмен әлі тағайындалған жоқ. Демек, сіздерде мына қазіргі осы салада жұмыс істеп жүрген ұйым өкілдерінде әлі де оны дұрыс қабылдап, дұрыс адамды тағайындайтындай мүмкіндік бар деген сөз. Не істейсіздер? Сол мүмкіндікті пайдалана аласыздар ма? Мүмкіншілік бар. Ол жөнінде қазір жаңағы сол сауда министрлігі Бақыт Сұлтановтың өзі ана жерде бар форум өткізіп, мына жерде бар конференция өткізіп, сондай жұмыс істеп жүрген сияқылды. Енді бірақ та оның нәтижесі қалай болады білмеймін. Әйтеуір әлде для галочки просто әшейін жүгіріп жүр ма, оны кім біледі. Оның нәтижесі қалай болады. Сосын жаңағы олардың өзінің ойлары қандай. Негізде дегенде олар өздерінің ойларын іске асыруға тырысады ғой. Негізінде мен ойлаймын, еліміздегі бүкіл заң, бүкіл саладағы министрліктердің жұмысы заң бойынша жазылады. Тұтынушылардың құқығы нету керек, қорғалу керек, тепе-теңдік баланс интересов сақталу керек деп жазады негізінде заңда, заңның басында. Бірақ та ол орындалмайды. Көбіне заңды оқып отырсаңыз, тек ведомстволардың, биліктің сойылын соғатта, жай тұтынушының жаңа құқығы тапталып, толық емес көрсетіліп жатады. Толық емес, толық қамтылмай жатады сол заңның өзінде. Сосын, мысалы, осы тұтынушылардың құқығын қорғау заңына нелер өзгерістер, толықтырулар енгізілген кезде де, мысалы қаншама рет енгізілді. Мысалы Тұрсын Баткенна еще қасында оның біраз адамдар олар барлығы сондай жақсы активны жұмыс істеп, мәжілісте жұмыс тобында қатысып, сол, в общем, әрбір статьяны іске асыру нету үшін, заңға дұрыстап кіргізу үшін сол жөнінде көп еңбек істеді.
оның барлығы әшейін жазыла салған заңдағы, қазіргі заңдағы ол әшейін жазыла салған жоқ, ол үлкен еңбекпен келген нәрсе әрқайсысы. Әрбір статьясының өзі айтыс тартыспен келген нәрсе. Сол ұсыныстардың қанша пайызы қабылданып енгізілді? Тұрсынбаткен қызы. Енді жарты деп айту ол көп, бірақ ең кемінде мынау 20-30% енгені, ол да бізге үлкен нәтиже. Ол да бір жақсылық. Неге десеңіз, біздің негізі дегенді айтып жүргеніміз, мына қараңызшы, дамыған ел, біз дамыған елге қараймыз ғой. Дамыған елде мемлекеттер тексеріс жоқ, оларда мемлекет тексеріс деген. Оларда өте жоғары айыппұл салынатын. Мысалы, әр кәсіпкер, өндіруші болсын, сатушы болсын, тұтынушының құқығын бұзған кезде оған салынатын айыппұл өте жоғары. Сондықтан ол жақта тұтынушының құқығы бұзылмайды. Сол себепте осы 20-29 жыл біз мәжіліс парламентта жұмыс тобында неткенде біз айттық, дәлелдеп айттық, айыппұл өте жоғары болу керек. Бүгінгі күні бізде айыппұл өте төмен. Бізге берген уақыт аяқталуға жақын екен, ал бұл уақытта тағы бір спикеріміз байланысқа шықты. Ақмарал Палмаханова, адвокат, Нұрсұлтан қалалық адвокаттар алқасының мүшесі. Сәлеметсіз бе, Ақмарал? Сәлеметсіздер ме? Сіздің ісіңізде осы тұтынушылардың құқығын қорғап жеңіске жеткен кез болды ма? Әрине, міндетті түрде. Бірақ осы тұтынушыларға қатысты айта кететін болсақ, бұның көптеген кемшіліктері бар. Себебі тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі бойынша әсіресе қазіргі таңда 3 сатыдан тұрады ғой. Ең бастысы сатып алушы сатушыға қатысты егер де сапасыз тауарлар алған уақытта осы тұтынушылар туралы заңның 42-4 бабына сәйкес міндетті түрде оларға арызбен жүгінуі тиіс. Сол арызға 10 күннің ішінде, яғни тауардың сапасыздығына немесе басқа да шағымына сәйкес жауап беруі тиісті кәсіпкер. Егер осыған жауап бермеген жағдайда тұтынушылар департаменті міндетті түрде осыған сәйкес әкімшілік жаза тағайындау туралы шаралар қолдануға тиісті. Бірақ қазіргі таңда барлықтарыңызға белгілі болғандай, президентіміздің өкіміне сәйкес өкімінде көрсетілгендей мораторий жарияланған, яғни шағын және орта кәсіпкерлерге қатысты ешқандай тексерістер жүргізілмейді. Сондықтан осы сатылардың өзі уақыттарды алады, бірнеше уақыттарды алады. Яғни оның осы уақытқа дейін қазіргі білесіздер, көп адамдар әрбір алған заттардың барлығын несиеге алады. Сол уақыт өтіп кетеді, яғни ақшаның құнсыздануы болып кетеді. Ол сот арқылы өзінің құқықтарын қорғап, өзіне тиесілі ақшасын өндіріп алғанға дейін ол ақшаның да құны едәуір төмендейді және тұтынушының құқықтары осы сала негізінде көптеген бұзушылықтарға келіп соғып жатады. Менің ойымша, осы тұтынушылар департаменті негізі тек келіссөздер ғана жүргізбей, оның арасында осы сотқа дейінгі дауды жеткізбеу тәсілін нақтылап қолдану тиіс деп ойлаймын. Сол кезде, яғни екінші сатыдан-ақ бірден мәселелері шешіліп, яғни өздеріне тиісті сапалы тауарды алуға немесе ақшаларын өндіріп алуға мүмкіншіліктері болса, дәл осындай адвокаттық қызметіне де, заңгердің қызметіне де жүгініп, оларға осындай шығын алып келмес еді деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселе демек қазіргі кезде тұтынушылардың құқығын қорғайтын адвокаттарға да жұмыс істеу қиындықтары бар. Бұл қазіргі қабылданғалы жатқан заңдағы өзгерісте ескерілген бе, жоқ па? Оны Ақмарал, қазір біз Тұрсын Бәткен қызынан біліп көрейік, байланыста болса ол кісі. Әріптестер, Тұрсын Бәткен қызы байланыста болса қоссаңыздар. Тұрсын Бәткен қызы, камераңызды қоссаңыз, сізді көрмей тұрмыз. Міне, қосылдыңыз. Мен жаңа айтып кетейін деген жаңағы 3 сатылық деген расында біздің арыз жазғаннан кейін қазір ол өзгерілді. Бұл бір сондай керемет, бір ауыз толтырып айтатын жағдай. Қазір бүгінгі күні арыз, мысалы, 3 сатылық болды ғой. Ең бірінші арыз сол кәсіпкерге жазу керек тұтынушы, сосын мемлекеттік органға, сосын барып сотқа. Қазір мемлекеттік органды алып тастады, қазір кәсіпкерге, содан кейін сотқа. Ол бір айтайын дегенім. Екінші, бір өте бір маңызды айтып кететін бір мәселе. Сіз білесіз ба, департамент
деген ауызда отырып айтатын қоғам енді мемлекет қой, иә, үкімет мемлекеті. Онда істейтін 1,5 ғана адам деді бүгін айтты министрдің өзі. Бір адам. Миллионный қалаға бірақ адам. Алматыда миллионный адамға бірақ қана мемлекеттік жұмыскер, қызметкер бірақ адам ғана. Көрдіңіз ба? Сонда осы мемлекеттік органды, осы сауда министрінің штатын қысқартып, енді мен білмеймін мемлекет не талап ететін, президент не талап ететін. Қалай миллион қалаға бірақ қана қызметкер департаментті. Ол өте үлкен мәселе. Неге десеңіз, мемлекет қадағаламағанда, мемлекеттік инспекция жасамағанда кәсіпкерлер бағынбайды заңға. Неге десеңіз, ол заңның механизмі, сол мемлекеттің мүмкіншілігі, оларды тексеріп, оларға айыппұл салатын. Сондықтан мен тағы да, міне қазір жаңа бағана айтып кетті ғой Күнзада Шамитовна. Мынау біз негізі, мынау сарапшылар, біз бүгін законодатель болып кеттік. Біз заңды талқылағанда керемет талқылаймыз. Біздің екінші мамандығымыз заң талқылау. Сонда біз айтып жатырмыз, бүгінгі күні мынау предпринимательский кодекс, соны ол қазір жоғары тұр. Азаматтық кодекстен жоғары тұр. Неге десеңіздер, әр қазіргі бүгінгі мемлекеттік органдар, олар тек қана мынау предпринимательский кодекске қана қарап, соларға ғана ет жалтақтап, солай жұмыс істеп жатыр. Олай болмау керек. Мемлекет біздің бүгінгі күні сауда министрі, ол бүгін ұйытқы болу керек. Ол ұйытқы болады қалай? Денсаулық сақтау, энергетика министрі, білім министрі. Неге десеңіз, тұтынушылар оның бәрін тұтынып жатыр. Қызмет товар тұтынып жатыр. Сондықтан біз айтамыз, бүгінгі күні сауда министріне мүмкіншілік беру керек. А сауда министрі маңда кішкентай рамканы заңнан жасады, соның ішіне кіргізді, и сауда министрі ештеңе істей алмайды. Хотя ол кісі білімі өте көп, ол кісі мүмкіншілігі бар. Бүгін даже мен өзіне ұрсып тастағанда, ол кісіге мен айттым, сіздің дедім сайтта бір даже реестр жоқ. Бір мемлекеттік органда реестр болу керек қой тұтынушыға. Осындай санасы кәсіпкерлер, контрафактный товар кіргізетін кәсіпкерлер деп, олардың тізімі болу керек. Қараңыздаршы, енді қазір 1-2 жыл осындай болса жағдай, подвешенный, мемлекеттік органдар тексере алмайды, үкімет емес ұйымдар ақшасыз жабылып жатыр бірінен соң бірі. Сондықтан бүгінгі күні тұтынушыда біздің елде осындай мәселе болса, ең көп дегенде 10 жылдың арасында елімізде бір сау адам қалмайды. Жастардың бәрі қазір тақырбас. Судан бастап, ұннан бастап, бәрі промышленный фальсификат. Суларың искусственный минерал. Мұндай жағдайға жеткізбей, үкімет енді заң қабылданғалы жатыр ғой, соның аясында мәселе түбегейлі шешіліп, тұтынушылардың құқығы тиісті деңгейде қорғалады деп сенейік, үміттенейік. Енді одан басқа амал жоқ, және әрекет ету керек ең бастысы. Мына сіздер сияқты ұйымдар қалай болғанда да соңына дейін жеткізіп, мына омбудсменді қабылдағанда да ұлтжанды, халқына жаны ашитын адамның сол жерге тағайындалуына өз үлестеріңізді қосасыздар деген сенімдемін. Бізге берген уақыт аяқталды, өкінішке орай. Бүгін өте сондай жақсы ұсыныстар, пікір де айтылды. Алда уақытта оның барлығы ескеріледі деген ойдамыз. Байланысқа шыққаныңызға Тұрсынбат Кенқызы көп рахмет. Күнзада ханым, сізге де студияға уақыт тауып келгеніңізге алғысымды білдіремін. Ең бастысы жаңағы айтып өткеніміздей тұтынушылардың құқығы тиісті деңгейде қорғалу керек, және сіз айтып өткендей ол заңның ең биігінде тұру керек. Қымбатты көрермендер, бізге берген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.